Жақсы жаңалық. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтар алушылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Киноға қадам басқым келіп жүр. Ғазизхан Шекербеков енді өзін актерлық қырынан танытпақ. Қазақ эстрадасының дара таланты, композитор, орындаушы, көптеген әндердің авторы Ғазизхан Шекербеков Қызық Таймс бағдарламасының жаңа қонағы болды. Бұл шығарылым көрерменге тек музыка емес, терең ой мен өнердің шынайы құндылығын жеткізді, деп хабарлайды Қазнұр-Кз. Бағдарлама ерекше форматта басталды. Ғазизхан студия сахнасына көтеріліп, көрерменге жақсы таныс "Мен сүйсем сүйемін" әнін орындады. Жанды дауыстағы әсерлі орындау залды толқытты. Ал әншінің сахнадағы сенімі болмысы көрерменнің ықыласын бірден баурап алды. Ғазизхан Шекербеков жанды дауыста концерт беруді алғаш қолға алған орындаушылардың бірі. Ол эстрададағы техникалық жеңілдіктерге сүйенбей, нағыз өнер мен шынайы эмоцияны басты орынға қояды. Осы бағыттағы еңбегімен ол тыңдарманның ерекше құрметіне ие болып келеді. Сұхбат барысында Ғазизхан өз шығармашылық жолының жаңа бағыты жайында ашық айтты. Ол кино саласына қадам басу көптеген бері арманы екенін бөлісті. Музыкамен қатар актерлік өнерге қызығушылығы зор екенін айтып, болашақта экранда жаңа қырынан көрінуге ниетті екенін жеткізді. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.